сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар. Мен Жаңаөзен мектеп гимназиясының 2 сынып оқушысы Қадырбаева Дильназ Мұратқызымын. Менің жобамның тақырыбы микроөзенді үй жағдайында өсіру деп аталады. Мақсатым табиғат аясында өсетін микроөзенді үй жағдайында өсіріп, оның пайдалы екенін дәлелдеу. Міндетті микроөзен түрлерін анықтап, нақтылау және денсаулыққа пайдалы екенін көз жеткізу. Жаңашылдығым үй жағдайында өсіруге болатынын дәлелдеу. Ең бірінші мен тұқымды жібітіп алдым. Ыдыстың төбіне мақтаны төседі, мақтан суылады. Содан кейін барып, жібітіп алған тұқымды мақтанның үстіне салдым. Содан кейін барып осындай тамыр шықты. Бет мақтамен жауып, қақпағын жауып қойдым. Содан кейін барып, оны терезенің алдына қойдым. Содан кейін барып, өскіндер пайда болғаннан кейін топыраққа араластырып ектім. Міне, тамырланды. Осыдан кейін бар тамырланды ғой, содан осы жаққа өскіндер пайда болғаннан кейін тамырды топыраққа араластырып ектім. Ал міне, содан кейін бар осындай шөп шықты. Жапырақ шықты. Оның топырағын ұстап қарайым. Құрғақ болса, онда мен оны осы бір күшпен су шашыраймын. Шашамын. Содан кейін барып осындай жапырақ шықты. Оның жапырақтарын кесіп, қиып, бутерброд, тамаққа, салатқа, смузи жасауға қолдандым. Оның шеттеріне осындай жаңа өскіндер шығып жатыр. Міне қараңыздар. 5 минутымыз қайда. Микроөзен кішкене өскіндер бұл қазіргі уақытта сән ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы өнім. Олар көкөністерге қарағанда нәзік әрі шағын жас көшеттерде отырғызылып, біздің ағзамыз үшін микроөзеннің құрамындағы маңызды дәрумендер мен элементтер өте көп, және олар жайлы айтсам деймін. Микроөзен немесе микрогрин ағылшыннан аударғанда микро шағын және грин зелен жасыл деген мағынаны береді. Микроөзендер бұл көкөніс немесе тамыр дақылдарының жас өскіндері. Көбінесе дәнді дақылдар болып келеді. Микроөзен өсірудің ерекше жағдайлар және қандай да бір күтім қажет емес. Оған бар болғаны күнделікті 5 минут уақытты бөлсеңіз жеткілікті. Микроөзенді өсіру үшін мына заттар қажет. Тұқым, мақта, табақ, шай қасық, бір стакан су қажет. Ең бірінші мен тұқымды жібітіп алдым. Не, оны айттық қой дедім. Онда ана. Ең бірінші мен тұқымды жібітіп алдым. Тұқымды жібітіп алдым. Ыдыстың төбіне мақтаны төседім, мақтан суладым. Жібітіп алған тұқымды мақтан үстіне салдым. Беті мақтамен жауып, қақпағын жауып, терезенің алдына қойдым. Өскіндер пайда болғаннан кейін топыраққа араластырып ектім. Отырғызылған микроөзенді тамаққа, салатқа, смузи жасауға қолданым. Кез келген ыстық тағамды бутерброд пен салаттарды әрлеп безендіруге де болады. Өзінің емектеніп отырғызған өскіндердің дәмі де ерекше болады екен. Нәтижесінде дәрумендер өте бай. Микроөзенді үй жағдайында оңай және тез өндіріп, тамаққа салат түрінде пайдалану өте пайдалы екеніне көз жеткіздім. Менің ұсынысым бірінші, денсаулыққа пайдалы дәруменнің барлық түрі өз бойында тұрған микроөзеннің түрлерін мектеп жанынан ботаникалық бақ ашып, сонда өсіріп, қолжетім бағада халыққа сатсақ деймін. Екінші, оқушылар бос уақытында тиімді пайдаланып, осындай өсімдіктерге күтім жасар еді. Үшінші, елімізде өндіріс орындары ашылып, шетелге экспорттық өнім ретінде шығаруға ұсыныс айтар едім. Түсіндіргендарыңызға үшін рахмет. Ең бірінші мен тұқымды жібітіп алдым. Ыдыстың төбіне мақтаны төседі, мақтан суладым. Содан кейін барып жібітіп алған тұқымды, міне, қараңыздар,
сөйтіп алайын тұқымды мақтаның арасына салдым. Сөйтіп осындай үстіне салдым. Бетім мақтамен жаптым, қақпан жауып терезенің алдына қойдым. Содан кейін бар осындай тамыр шықты. Тамырланғаннан кейін осындай топыраққа араластырып ектім, өскінді ектім топырақ араластырып. Содан кейін барып осындай жапырақ шықты. Содан кейін барып мен оны топырақ ұстап қараймын. Топырағы құрғақ болса, онда осы бүркішпен су құямын. Ал енді осындай жапырақ болып шықты өскеннен кейін. Оны жапырақтан қиып салатқа, тамаққа, смузи жасадым. Бутерброд, салат, тамақ, смузи жасап қолдандым. Олардың шеттеріне тағы осындай жапырақтар өсіп шығып жатыр. Жаңа өскіндер. Осындай шеттеріне жаңа өскіндер өсіріп шығып жатыр.